айтқан екен, мен үйде жаңағы антивирус, дыхательный иммунитет үшеуін беріп жібердім. Сөйттім де соны дедім, әр 20 минут сайын ана кішкентайын емізу 8 айлығын пипеткамен тамызып беріп едім да, сөйтіп барып бөтеге жібердім. Соны жылы суға қасқын береді дедім келінге. Соны берген ғой, қасында отыр, вообще жұмыс істемей, соны беріп отыр дедім. Содан кешке аналық қақырып тастаған ғой, қақырып тастағанмен жабысып қалған екен дейді. Қақырып тастап мұрындарынан ағып, тамағынан ағып дейді. Ауа неғып жақсы болып қалды дейді. Сөйтіп дейді, бір сутканың ішінде сондай болды дейді. Маған айтады. Антивирус дыхательный берді, антивирус дыхательный берді. Антивирус дыхательный. Бұрын сенбейтін еді? Бұрын сенбейтін еді. Шайды кішкене беріп жүрген, шайды да бер дедім арасын дедім. Ал өзі ішіп жүрген ғой, өзінің бүйрегі ауыратын еді келін. Ана бір айтады, ата мен сенбейтін едім дейді. Осы бүйрегім дейді, осы шайды ішкелі 2 айдан бері бүйрегім ауырмайды дейді. Суықтап қалса да баняға түсіріп, постоянно беріп шарып байлап жүретін дейді. Таңғы күшті екен шайын дейді. Үзбейді, және бір пере шайып кетті өзі. Бұрын берген подаркаға енді ақшасын беріп алып жатыр. Дұрыс.